Бірлік бар жерде тірлік бар. Туған елде ел болмас, туған жерде жер болмас. Отансыз адам болмансыз бол. Ұлық болса күшік бол. Отан ол бізде басталады. Әкеге қарап бол өсін, анаға қарап қыз өсін. Ал бүгін сізге қазақ тілі сабағына қазақтың салт дәстүрін үйрететін боламыз. Міне біз қазір сізге минутада киіз үйде отырып екенбіз, иә? Ал балалар қазір қазақтың салт дәстүрі мақал-мәтелдер аталарымыздан келе жатыр. Соны айтып өтейікші, кәнекей, білеміз бе? Иә, қане оны айтып өтейік. Кәнекей, кім айтар арамызда? Мені отырып отыр. Туған жерде ел болмас. Туған жерде жер болмас. Мұсылман. Отансыз адам болманға жарайсың, Ахмаш. Ұлық болсаң күшік бол. Керемет, жарайсың. Отан отбасынан басталады. Жарайды. Бірлік бар жерде тірлік бар. жарайсыңдар, керемет балалар. Ал енді бізде қараңдаршы, қазір асық ойын ойнап жіберейікші. Мына жерде асық ойынның астында көптеген бізге тапсырмалар жасалған. Қазір мен соны ашамын да, артындағы тапсырманы біз табатын боламыз, кәнекей балалар. Кәнекей, мұнда қараңдар, бұнда қандай түс? Көк, иә? Артында не жазылған? Қана ашайыншы. Кәнекей, айтсына. Әке. Асқар тау. Жарайсың, керемет. Ал мұнда қандай жасырылыпты, кәнекей? Сары, иә? Артын ашамын, кәнекей. Әкеге қарап бол өседі, анаға қарап қыз өседі. Жарайсың, керемет. Ал келесі асығымыз біздің қызыл түс екен, иә? Артына не жазылыпты, кәнекей? Еңбекті. Наны тәтті. Жалқаудың жаны тәтті, иә? Еңбек етпейтін адамды жалқау деп жатайын. Ал керемет, қараңдаршы, бұнда қандай түс? Жасыл асық, кәнекей, ашамыз. Бұлақ көрсең, көзін ашамыз, дұрыс, керемет. Жарайсың балалар.